Гиджак Түркия, Иран, Азербайжан және басқа да елдердің халық музыкасында кеңінен қолданылатын аспап. Ол ішекті музыкалық аспаптар тобына жатады және өзіне ғана тән ерекше үнімен ерекшеленеді. Гиджактың тарихы өте көне замандардан бастау. Бұл аспап ежелгі Месопотамия дәуірінде де белгілі болған және әртүрлі халықтардың мәдениетінде пайдаланылған. Гиджактың құрылысы ерекше, ағаштан жасалған шанағы, тартылған ішектері және сәндік элементтері бар. Ішектердің саны әртүрлі болуы мүмкін. Әдетте 3-тен 6-ға дейін ғана болады. Аспапты орындаушы тік ұстайды, ал дыбыс ысқымен ішектерді үйкелеу арқылы шығарылады. Ысқының пішіні доға тәрізді келеді. Рубаб біздің заманымыздың 7-ші ғасырында пайда болды. Ол көне парсы кітаптарында аталады. Сондай-ақ көптеген сопы ақындар өз өлеңдерінде рубабты ерекше атап өткен. Рубабтың алғашқы үлгісі 14-ші ғасырда Қытайда пайда болған. Ол живапу деп аталған. Ал өзбек рубабы 1937 жылы қалыптасты. Сол жылы өзбек музыканты Мухаммаджон Мирзаев Қашғардан келген арқанмен өнер көрсететін шеберлерден Какбы-банджо деп аталатын аспапты сатып алады. Кейін Ташкент қаласында музыкалық шебер ұста Усман Зуфаров оны жетілдіріп, нәтижесінде өзбек рубабын жасап шығарады. Өзбек рубабында жеке орындауға да, вокалға сүйемелдеу жасауға да болады. Әсіресе бұл аспап би қимылдарын әсем түрде сүйемелдейді. Дутор сөзі тура мағынасында екі ішек дегенді білдіреді. Орталық және оңтүстік Азия халықтарына тән дәстүрлі екі ішекті шертіп ойналатын музыкалық аспап. Әдетте дутордың ұзындығы 1 метрден 2 метрге дейін жетеді. Оның алмұрт пішінді шанағы және ұзын мойны мен пернелі сағағы болады. Дутор шамамен 15-ші ғасырда қойшылар арасында пайда болған. Алғашқы кезде оның ішектері жануарлардың ішегінен жасалған. Кейін Ұлы Жібек жолы бойындағы сауданың дамуына байланысты ішектер бұралған жібектен дайындалған. Қазіргі таңда ішектер жібектен немесе нейлоннан жасалады. Дутор тұт ағашынан жасалып, кейде сүйекпен әшекейленеді. Ол өзбек халқының көп ғасырлық музыкалық мәдениетінің ажырамас бөлігі.